негізгі блокқа бөлінген. Экономиканың нақты секторы, халықты жұмыспен қамту, қаланың әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымын қолдау, экологиялық проблемаларды шешу. Іс-шараларды іске асыру 932,8 миллиард теңгеге бағаланады. Жеке инвестициялардың үлесі 89,5%, яғни бюджеттік 1 теңгеге 9 теңге жеке инвестициялар тартылады. Ең бастысы 16,5 мың жаңа жұмыс орындары құрылады. Орташа айлық жалақы 43%-ға өседі. Осыған байланысты кешен жоспарды сапалы іске асыру үшін барлық күш-жігеріміз жұмсауымыз қажет. Бұл құжатты мақұлдаймыз. По поручению Акима Павлодарской области, а также председателя комитета по регулированию естественных монополий, в связи с неоднократным поступлением жалоб предпринимателей города Экибастуз, снижение составит от ранее действующего тарифа 5062 тенге. Это та сумма, на которую мы снизили тариф для юридических лиц города Экибастуз. Әр оқушының таңдаған мамандығы қалай өзгеріледі? Басқа жағынан, оқу жағынан өзінің интеллектуалдық, мысалы даму жағынан өзгерістер бар ма? Оны содан кейін біз оны да жеке қадағалайтын боламыз. Оны ортаға салып, талдаудан өткізу керекпіз. Средняя урожайность по пшенице у нас идет по хозяйству 18. Ячмень мы закончили убирать, одно поле осталось, 23. В сравнении с прошлым годом, насколько выше урожайность? Прошлый год мы получили по 10,5 из осадков, 18, процентов на 80. Социальный этот картофель давали, морковь давали. И в этом году мы все исполним, как этот по графику, скользящий график, проблем нету. Для своих людей, пожалуйста. Меня очень вдохновил качество посадочного материала, это очень важный фактор. Пришло время, когда нужно высадить огромное количество деревьев. Тазартамыз деп сондай жоспар қойдық. Ол тек қана бір күндік жұмысы емес, бірлескен жұмыстың нәтижесі. Жастар осы бастаманы жалғастырғанына мен өте ризашылығымды білдіремін.